Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге осындай жұқа, жұп-жұмсақ, дәмді, танымал тағам құймақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл құймақтың ерекшелігі айранмен жасалады. Алдымен 2 жұмыртқаны жарып, оған 2 ас қасық қант қосамыз. Егер тәттіні ұнатсаңыз, қантты көбейтуге болады. Содан соң жарты шай қасық ас тұзын қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң 50 мл сұйық май және 300 мл айран қосамыз. Айран жылы болу керек. Содан соң жарты шай қасық сода салып, жақсылап араластырамыз. грамм ұнды електен өткізіп саламыз. Оны да бір келкі масса болғанша жақсылап тегістеп араластырып аламыз. Және соңында қайнаған су құямыз, 300 мл. Қайнаған су ыстық болу керек, суып қалмау керек. Өте қайнаған болмаса да болады. Және де жылдам араластырамыз. Міне осындай бір келкі масса шығады. Қою сұйықтығын көріп алыңыздар. Табаны майлап, қыздырып, осылай жылдам пісіріп аламыз. Құймақтар дайын болғанда қаласаңыз ішіне түрлі начинкалар салып тарту етуіңізге болады. Сіз де жасап көріңіз. Видео ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.